Жер бетінен шыққан парникті эффект, яғни жылудың бір бөлігі парникті газдардың атмосфераға таралуының әсерінен болады. Бұл әлемдік климаттың өзгеруіне әкеліп соғады. Бұндай жағдайда біз экологияға қалай көмектесе аламыз? Және ауыл шаруашылық саласында парникті газдардың таралуын білесіз бе? Осы тұрғыда біз Байтақ партиясының кадрлар бөлімінің маманы және азық-түлік саласының маманы Жансая Сабыржан қызына сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Жансая Сабыржан қызы, сізге осындай сұрақ: парникті газдардың бөлінуі көбінесе қандай өнімдермен байланысты? Сол жайында айтсаңыз. Көбінесе ол жануартекті өнімдерді өндіру кезінде туындайды. Мысалға алатын болсақ, біз ірі қара малдарды өсірген кезде олар үшін біз бірінші жайылымдық алқаптарды дайындаймыз. Ол үшін ормандардан көптеген ағаштар кесіледі, олардан көміршікті газдар бөлінеді, және де ірі қара малдардың ас қорыту кездерінде метан бөлінеді. Одан кейін біз мәдени дәнді дақылдарды өсірген кезде оларға тыңайтқыштар қосамыз, азот тотығын қосамыз, синтетикалық тыңайтқыштар қосамыз. Осының бәрі бізде парниктік газдардың туындауына келеді. Ол яғни нәтижесінде климаттың жылуына, табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына алып келеді. Бұның қандай шешімдері бар деп ойлайсыз? Мысалы, біз өзіміздің күнделікті тамақтануымызда көбінесе жануартекті өнімдерге қараған кезде өсімдік текті өнімдерді көбірек пайдалануымыз керек. Мысалы, қызыл еттің орнына біз тауықты пайдалансақ болады, немесе тофу, чечевица сияқты өнімдерді өзіміздің рационымызға қосуымыз керек, және де салат, жеміс-жидектерді көбірек тұтынуымыз керек. Одан кейін, мысалы, дүкенге барған кезде тек қана өзіңізге керекті ғана өнімді алыңыз, және де соны соңына дейін тауысыңыз. Себебі сіз егер ол артылып қалатын болса, қоқысқа кетеді. Ал оған осы өнімді жасау үшін жер, су, энергиясы кетті, парниктік газдар кетті. Сіз соның бәрін ойлануыңыз керексіз, және де егер де артылып қалып жататын болса, оны сіз мұздатқышқа салып кейінірек қолданыңыз. Осы жақтарын қарастыру керек. Және де дүкенге барған кезде полиэтиленді пакеттің орнына көбінесе сіз өзіңізбен де әрдайым алып жүре алатын, көп қолдана алатын шопперлерді пайдалансаңыз болады. Қазіргі кезде бізде әлемде 800 миллионға жуық адамдар әлі күнге дейін ашығуда. Сол себепті біз ысырапшылдыққа жол бермеуіміз керек. Біздің болашақ ұрпақ үшін біз өзіміздің жер су ресурстарымызды сақтап қалуымыз керек. Рахмет сіздің сұхбатыңызға, жақсы сұхбат болды.